Ана бір жылқыңды беріп, сөйлесіп, қызыңды мектепке жұмысқа тұрғызсаңшы. Қойыңызшы, мама, қайдағы жылқы? Жұмысқа өз күшіммен кіріп, ақшамды адал еңбекпен табам. Алло? Міне молодец. Коррупцияны осылай жеңеді. Өзіме тартқан. Менің қызым. Үйбай, қыз деген шешесіне тартады ғой. Қарасаңшы, мінезі тура менікі. Менің қызым. Ой, менің қызым. Я, Жан, конечно, мен тек сенікімін. Бәйбіше, тойды да сағынады екенсің. Ой, айтпа. Бір жақсылап тұрып билет. Мам, пап, как раз я вас сегодня хотел познакомить с Аленкой. А? Өзің встречаться етіп жүрген Аленкамен ба? Я. Таныстырам дейді. Оны неге ертерек айтпадың, түкте дайын емес қой. Ну, Соны айтам мен. все, готовьтесь. Мейлі үйленетін жасқа да келді. Ладно, чего-нибудь придумаем. Альц көйлегін киіп алайын мен так-то. Ал, добро пожаловать. Хорошая. Вот, Аленушка, алып отыр, вот для тебя приготовили пельмени, борщ, там не керек, вот салат, все, давай, чай. Ой, мам, очень вкусно получилось. Уже кушайте, давайте. Ал, рассказывайте, Айнала. Ой, доча пришла? Ну как все прошло? Рассказывай. Олар мен үшін борщ, пельмени, оливье бәрін жасады. Айтпақшы, бағанағы бешбармақ қалды ма? Қалды, пойдем. О, вернись это шай. Ай бала, сен әлі компьютердің алдында отырсың ба? Тасташ болып жүр, шай ішеміз. Саған арнайы шақырту керек па? Тасташ андағы бәлеңді. Таста дейм ана компьютер, не деген ұқпайтын баласың сен, а? Көзің құртасың ғой ертең. Отырасың сосын ана Айнұр апай ұқсап очкарик болып. Ана класстасың Ғалымжан, ол сабаққа бармайды, компьютердің алдынан шықпайды. Сол сияқты жексұрын білімсіз болып отырғың кеп тұр ма? Тұр болға не? Мен кімге айтып отырмын, өзің емес дейсің. Қалдарыңа шайға жүріңдер. Құрметті ата-аналар, балаларыңыз компьютердің алдында отқанда сәл байқап әңгіме айтыңыздар. Қазір дистанционный обучение. Сабақ оқып отырмын. Мен сенің таныңның сынып жетекшісі